қазақтың кілемінің өрнегі мүлдем бөлек екен. Бұл дүние жүзінде мүлдем бірден ерекшеленетін өрнектер. Оны қарайтын болсақ, негізіне мына қараңыздар. Геометриялық фигуралар мен таңбалардың жүйесінен тұратын өрнек. Міне көрдіңіз бе? Әдетте міне ромбы тәрізді мынау текеметтің түріндей осындай фигураның ішіне түрлі таңбалардың жиыны тұрады. Сосын оның шет жағасын ала, мынадай міне мынау бізде ала жіп. Бұл шекараны білдіреді. Мынау кеңістік болатын болса, соны айналдыра, сондай шекарамен көмкеріледі. Ал ортасының барлығы осындай мінекей фигуралармен, таңбалармен жүйеленіп бейнеленеді. Міне мынау алаша, мысалы тақыр кілем, бұл да сондай мінекей. Геометриялық және таңбалық жүйеге негізделеді. Міне көрдіңіздер ме, мінекей мынаның барлығы осындай таза қазақы кілемдер осындай бірден көзге түседі.